Сен біреудің қызын жылатсаң, ертең сенің де қызың біреу жылатады. Айтады бар нәрсе. Сен қызын жылатқан кім қалайды? Пайғамбар алейхиссалам Алиға ескертті, Али деді. Ана Фатима менің бір етім деді. Денемдегі бір бөлігім деген да, өтін соны жылатпашы деген. Фатиманы жылатқан, менің жылатқанымды деп ескерткен ғой пайғамбар алейхиссалам. Әке ретінде айтады, балаларымыз бір бауыр етің сияқты болып тұрады ғой. Иә? Балаң шыр ете қалса, атып тұрасың ғой, не болды екен деп. Демек сенің үйіндегі анау қабырғаң, әйелің Құдай қосқан қосағың кімнің қызы ол? Ол да біреудің қызы ғой. Онда әке-шешесі бар. Ол да біреудің аялаған бір әулеттің қызы. Сен ақырғы сөзіңді айтып алдың ғой соны. Бақытты қылам, бүткіл нәрсеге орап тастайым, алтынға көміп тастайым деп алдың ғой. Алдың. Қайда кетті ол сөздің бәрі? Енді соңындағы сөз не нәрсе енді? Ол үшін әрине бәріміз қателесеміз.